Сәлем достар, бүгін біз сендермен 7 сынып бойынша 4 тоқсанның 21 параграфын кен және металлдарды алу тақырыбында сабақ өтетін боламыз. Сабақтарды өткізіп алмау үшін подписаться батырмасын басып, маған тіркеліп, келесі сабақтарды міндетті түрде көріп отырыңыздар. Ал ендеше кеттік. Бүгінгі сабақтың тірек сөздері кен, минералдар, құймалар және кен өндіру, олар металлдарды алу процесімен танысамыз. Кеттік. Жер бетінде құрамында түрлі металлдар кіретін алуан түрлі кендер бар. Әрине, табиғатта металлдар саф, яғни бос күйінде де кездеседі. Мысалы, мыс, алтын, платина және тағы басқа металлдар. 47-ші суретте көріп тұрғаныңыздай, мыс, алтын, платина ең бірінші болып жер бетінде табылған, археологтар мен тарихшылардың зерттеуі бойынша табылған осы 3 металлдар болып келеді. Жалпы металлдар бізді қоршаған табиғаттың құрам бөліктері. Бұл жер қыртысында кездесетін металлдар мына 48-ші суретте көрсетілген. Біздің табиғатта металлдарды таралу диаграммасы. Алюминийдің 8,2 бөлігі, феррум дегеніміз бізде темір 4,1, кальцийда дәл сондай темір секілді 4,1 бөлігін алады. Және натрий, магний, калий, титан осы біздің металлдарымызда жер бетінде өз орнын алып отыр. Түсінікті, жалпы көптеген металлдар, минералдар мен кендердің құрамында кездеседі. Мысалы, алюминий және темір оксидтерінде, осы натрий және калий оксидтерінде осы тұздардың құрамында кездеседі. Мысалы, 49-ші суретте көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде сіздер боксит, қызыл теміртас, тас тұзы секілді минералдарды көре аласыздар. Және металлдарды алудың қандай технологиялары бар. Ең алдымен біз кенді өндіреміз. Кенді ұсақтаймыз, қыздырамыз және оны басқа да күрделі химиялық процестер жүргіземіз. Енді белгілі бір уақыттан кейін балқытылған алюминийді арнайы қалыптарға құйып шығамыз. Сосын біз жаңағы минералдарды таза металлдарын бөліп шығарамыз. Жалпы бұл біздің елімізде металлдарды бөліп алу процесімен металлургия айналысады. Металлургия негізі гидрометаллургия, пирометаллургия болып бөлінеді. Гидрометаллургия деген ол тұздардың тотықсыздандыру арқылы алынады. Ал пирометаллургия жоғары температурада металлдарды тотықсыздандыру арқылы алынады. Бізде тотықсыздандырғыш болып алюминий, сутек, титан, сынап секілді металлдарды ала береді. Және де одан бөлек электрометаллургияны да қолданады. Мысалы, мынау 52-ші суретте көріп тұрғаныңыздай, бұл бізде сплав. Осындай сплавтардан біз бөлініп шығу әдісін қолданамыз. Мысалы, электрометаллургия. Бұл металлдарды электр тоғымен тотықсыздандыру арқылы алынады. Түсінікті, Мына сізде суретте көріп тұрғаныңыздай, бұл уже металлдар мен құймаларынан жасалған дайын бұйымдар. Алтын, жаңа көріп тұрғаныңыздай, темір, мыс, өзімізге қолдана алатын металлдар. Енді ең маңыздысы сіздер бір нәрсені жаттап алуларыңыз керек. Металлдар табиғатта саф күйінде және кеннің құрамында кездеседі. Кеннен металлдар химиялық тотығу процесінің нәтижесінде және электр тотығу көмегімен алынады екен. Түсінікті, достар? Осымен сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде
подписаться батырмасын басып, маған тіркеліп кетіңіздер. Лайктарыңызды күтемін. Сұрақтарыңыз болса, түсінбеген комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта міндетті түрде кездескенше, қош сау болыңдар достар. Пока-пока.